Сәлем достар, біздің келесі сабағымызға, практикалық сабағымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің практикалық сабағымыз тақырыбы тасбақаны басқаруда циклді қолданып үйрену. Алдымен шаршыны цикл қолданбай сызып көрейік. Ол үшін біз turtle модулын импорттаймыз. Қалам объектісін құрып алайық. Және сіздерге жаңа команда shape командасы қосылады. Яғни бізде сызғыштың түрі ауысқан turtle. Бізде бірнеше түрін қолдануға болады. Turtle, arrow, circle, classic деген түрлер бар. Біз turtle'ды қолданып көрдік бүгін. Жаңа команда. Және келесі бір жаңа команда speed, яғни жылдамдығын арттыру. Жылдамдық бізде 0, 10, 6, 3, 1 деген мәндері еге болады. Ең жылдамы бұл 0. Одан кейінгі жылдамдығы жоғары 10. Қалыпты жағдайда ол 6. Және жай 3, ең төменгі жылдамдық бұл 1. Давайте біз объектіні құрып көрейік. Мынау біздің объектіміз. Енді қараңыздар, біз шаршыны сызып көреміз. Яғни 200 пиксель алға жылжимыз, одан кейін 90 градус жылжимыз. Тағы да 200 градус алға, тағы 90 градусқа бұрыламыз. Осылай шаршыны сызып шығамыз. Көріп тұрсыздар, мынау forward және left командалары қайталанып жатыр. Яғни 4 рет қайталанды. Демек, біз циклді қолдануға болады. Қайтадан қалыпқа келтіреміз. Енді циклді пайдаланып көрейік. Яғни бізде 4 рет қайталану керек. Сол үшін біз циклді 4 рет қайталанатындай жасаймыз шартында және мынау параметрде. Орындап көрсек, біздің шаршымыз сызылады. Яғни біз циклдің көмегімен сызып шықтық. Қайтадан тақтамызды бастап қалыпқа келтірейік. Енді біз айнымалыны пайдаланайық. Яғни шаршының ұзындығын side деген айнымалға сақтайық, ал бұрылу тиіс бұрыштың мәнін angle деген айнымалға сақтаймыз. Сәйкесінше forward және left деген функцияларға аргументін side және angle деген айнымалар береміз. Тура алдыңғы программа кодын қайталайтын болады. Бірақ біз айнымалыны пайдаландық. Және біз айнымалыны пайдалану арқылы біз белгілі бір программаға өзгеріс жасайын деп жатырмыз. Қайтадан программаны бастапқы қалыпқа келтірейік және жылдамдығын 10-ға арттырайық. Енді қараңыздар, қабырғасын 40 деп белгілейік және 90 градус, бұрыш 90 градус болып қалсын. Енді біз шаршымызды 36 рет сызайық. Яғни шаршымыздың өзін 36 рет сызайық. Және әрбір сызылған кезде біздің қабырғаның ұзындығы 4 пиксельге артып отырсын. Жасап көрейік. Яғни speed бізде 10-ға арттырдық, көрдіңіздер, жылдамдығы артты. Яғни мынандай бір фигура пайда болды. Енді осыны тағы да бір өзгеріске жасап көрейік. Бізде бір қызық фигура пайда болады. Қайтадан скоростың жылдамдығын біз 10 градусқа өзгертейік. Енді қараңыздар, тура алдыңғы кодпен бірдей. Тек бір ғана өзгеріс бар. Өзгеріс мына жерде қаламды 10 градусқа тағы да бұратын болайық. Яғни бір квадратты сызып болғаннан кейін біздің қаламымызды 10 градусқа бұрамыз. Одан кейін келесі квадратты сызамыз. Яғни бізде белгілі бір фигура сызыла бастады. Бір тепшекке ұқсайды, спирали тепшекке ұқсайды. Енді қараңыздар, давайте түсін өзгертіп көрейік. Color деген сіздерге жаңа метод бар. Бұл түсті таңдауға мүмкіндік береді. Red деп жаздық, мұны қызыл түске боялды. Енді тура сол алдыңғы кодты қайтадан қосып көрейік. Бізде енді қызыл түспен сызатын болады. Келесі сабақта біз массивті өткен кезде біз бірнеше түсті таңдай алатын мүмкіндікке ие боламыз. Енді қараңыз, келесі кодқа көшейік. Енді жасыл түске ауыстырайық. Шеңберді 36 рет сызып көрейік. Және шеңбердің радиусын біз 4-ке арттырып отырамыз. Және сонымен қатар шеңберді 10 градусқа бұрып отырамыз. Бұл да бір қызық фигура пайда болады.
программа жұмысын аяқтады. Сондай бір қызықты фигура пайда болды. Қайтадан программамызды бастапқы қалыпқа келтірейік. Енді біз үшбұрыш сызып көрейік. Үшбұрыш бізде дұрыс үшбұрыш сызып көрейік. Дұрыс үшбұрыштың бұрышы бізде 60 градусқа тең болады. Қабырғаның ұзындығын 200 деп белгілейік. Енді forward және left деген команданың көмегімен біз үшбұрыш сызатын боламыз. Енді осы команданы біз циклдың көмегімен жасап көрейік. Себебі forward left деген бізде 3 рет қайталанып тұр. Циклдың көмегімен жасасақ, тура сол үшбұрышты циклдың көмегімен сызып шықтық. Жалпы көп бұрыштарды біз 3 бұрыш болсын, 4 бұрыш болсын, 5 бұрыш болсын, жалпы барлығына ортақ бір код жазып көрейік. Ол үшін геометрияда еске түсірейік. Бізде көп бұрыштардың барлық бұрышын мынандай формуламен есептейміз. Ал енді әрбір фигураның өзінің ішкі бұрышын біз жалпы қабырға санына бөлеміз. Мысалы, 3 бұрыш бізде n қабырғаның саны 3-ке тең, бізде барлық бұрыштардың саны 180 градус болады. Егер 4 бұрыш болатын болса, бізде 4, 2, 360 барлық қабырғалардың бұрыштарының қосындысы 360 болады. Давайте программаны қосып көрейік. Мысалы, біз 3 бұрыш сызғымыз келіп жатыр. Қабырғаның саны 3 деп белгілейік. Ал қабырғасының ұзындығы 200 пиксель деп берейік. Яғни 3 бұрыш сызылды. Мысалы, 4 бұрыш сызғымыз келіп жатыр. Қайтадан программаны қосып көрейік. Қабырғаның саны 4 және ұзындығы 200 пиксель деп берейік. Бізге шаршыны сызып берді. Енді басқа көп бұрыштарды сызып көрейік. Мысалы, қабырғасының бұрыштың саны 5 болсын, ұзындығы 200 болсын. Бізде 5 бұрыш сызып беру керек. Енді бізде фигураларды бояуға болады. Яғни бояумен толтыруға болады. Ол үшін begin fill және end fill деген екі методты қолданамыз. Осы екі методтың арасында фигураны сызуымыз керек. Мысалы, біз 3 бұрыш сызып жатырмыз. Түс ретінде blue'ды алдық. Яғни көк түсті алдық. 3 бұрышты сызды, енді арға бояйды. Көріп тұрсыздар, біз циклды пайдалану арқылы программа кодын қысқартуға болады екен. Келесі сабақтарда біз массивті өткен кезде және одан кейін функцияны өткен кезде күрделі фигураларды сызуға мүмкіндік аламыз. Келесі бір тапсырманы орындап көрейік. Шаршыны 4 бұрышты, 5 бұрышты жасыл түске бояп салыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, кездескенше.